Ассалаумағалейкум ағайын, бұл Заңзаңғар компаниясы. Бізге мынандай сұрақ келіпті. Альянс банкте 305 мың теңге кредит бар еді. Бүгін коллектор звондап акция болып жатыр. Осы айдың 20-сына дейін 170 мың төлесең, кредит толығымен жабылады деп жатыр. Қаншалықты рас дейді. Біз оған жауап бердік. Негізінде ондайларға сену қиын. Өйткені біріншіден сіздің қолыңызда міндетті түрде жазбаша дәлелдер болу керек. Банктың коллекторға бергені, коллектордың өзінде екені және ол берешектерді осынша сумма екені нақты көрсетілген, сізге құжаттар үйге келу керек хабарламамен. Содан кейін, егер де жаңағыдай акция жүріп жатса, ол акция туралы жазбаша хабардар ету керек. Және онда берілетін уәдені жазбаша беру керек, яғни кепіл болу керек құжат күйінде. Егер ондай кепіл болмайтын болса, бұл өтірік. Мұндай оқиғалар көп болды. Оларға бастысы Альянс банктың кредиттері бойынша ақшаны төлетіп алу керек. Себебі сол ақшаны төлегеннен кейін олардың талап қою мерзімі деген бар. Сол қайтадан жаңартылады. Талап қою мерзімі дегеніміз Қазақстан Республикасының заңдарының негізінде адамның бұзылған құқықтарын қорғауға арналған мерзім. Осы аралықта сотқа жүгінсе, онда оның құқықтары қорғалады. Егер де сол аралықта мерзімі өтіп кететін болса, онда ол қорғалмайды. Яғни бұл талап қою мерзімі не үшін белгіленген? Негізінде адамдардың өзінің құқықтары, жалпы мүліктерін қорғау ол адамның өзіне жүктеледі. Және де өзінің құқықтарын, мүлігін, заңды мүдделерін іске асыру мына қоғам игілігіне жарау керек. Ал жаңағы мерзімдер белгіленбесе, онда адамдар 20 жыл, 30 жыл өтіп кетсе де, оның мәні кетіп қалса да, ол мәселені даулай береді. Ал 3 жылдың, мысалы үшін, мына коллекторларға өткен Альянс банктың кредиттері бойынша талап қою мерзімі 3 жыл. Яғни 3 жылдың ішінде ол талап етіп үлгеру керек, сотқа жүгініп. Үлгермеді ма, онда сот оларды қорғамайды. Талаптары қанағаттандырусыз қалдырылады. Осы. Енді айтуы мүмкін олар коллекторлар енді, заңгерлер айта береді анау-мынау деп. Бізге банктың кредиттері бойынша талап қою мерзімі өтпейді деп. Жоқ. Талап қою мерзімі қолданылады. Банк туралы заңның 37-ші бабында көрсетілген, бұрын 2018 жылға дейін ұмытпасам, талап қою мерзімі қолданылмайтын, қазір 5 жыл. 2018-ден былай қарай. Ұмытпасам. Ал енді коллекторлар банк емес. Жаңа банкке осы қаржылық операциялар жүргізуге лицензиясы бар ұйым емес. Сондықтан ол коллекторларға өткен кезеңнен бастап талап қою мерзімі өтеді. Осыны ескеріңіздер. Ал сіздерге жаңағындай өтірік акциялармен алдарқатып, алдап ақшаны төлету, ол жаңағы өтіп кеткен талап қою мерзімін қалпына келтіру болып табылады. Азаматтық кодекстің 183-ші бабында талап қою мерзімдерінің үзілісі деген бар. Онда егер де адам талапты біреудің талап етуін мойындайтын әрекеттер жасаса, соның ішінде мойындайтын әрекеттер дегеніміз қол қойып беру, арызына мойындаймын деп, келісем деп жазып беру, осынша уақытта төлеймін деп, немесе сол берешекті өтеу мақсатында талап бойынша ақша төлеу. Онда қайтадан жаңғыртады, мерзім қайтадан басталады. Осы әрекеттерді істеп алғысы келіп отыр олар. Осыны естеріңізде ұстаңыздар. Сосын есін тандырып, мынау іскеден қойып, пікірлеріңізді қалдырып, барынша көп адамға жазыңыздар. Егер сіздер осындай проблема болатын болса, бізге WhatsApp-қа жазыңыздар, біз көмектесеміз. Біз 2014 жылдан бастап осы салада Альянс банктың кредиттерімен күресіп келе жатырмыз. Ең алғашқылардың бірі болып, осы талап қою мерзімін, одан да бөлек құқықтық механизмдерді қолданып, адамдарды құтқарумен айналысып келе жатырмыз ағайын. Сонымен, егер де проблема болса, хабарласыңыз. Коллектордың айтқанына ешқашан сенбеңіз. Құжат дәлелдеу керек. Қолыңызда құжат болған күннің өзінде бізге келіңіздер, хабарласыңыздар ағайын. Кеңеске жазылыңыздар. Нөмірлер төменде көрсетілген.